الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Өткен сабақта кітап таухидтың пәзілеті және ол себепті күнәлардың өшірілуі және каффарат болуы туралы бап бастаған едік. Сол баптағы бірінші хадис туралы сабағымызды жалғастырамыз. Айтады: "Ан Убадат ибн Самит радийаллаху та'ала анху қала қала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам ман шахида ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан Расулуллах вахдаху ла шарика лах ва анна Мухаммадан Расулуллах ва анна Мухаммадан абдуху ва расулух ва анна Иса абдуллахи ва расулух ва калиматуху алқаха иля Марьяма ва рухун минху вал джаннату хаққу ван нару хаққ адхалаху Аллаху ал джанната ала ма кана минал амал." Кімде-кім Алладан басқа ибадатқа ақты ешкім жоқ екеніне, және ол жалғыз оның серігі жоқ екеніне, және Наби саллаллаху алейхи ва саллам оның пендесі және пайғамбары екеніне, және Иса алейхиссалату вассалам Алланың пендесі және пайғамбары екеніне, және Аллах субханаху ва таала оны Мариямға жіберген кәлимасы сөзі және одан болған рух екеніне, және жаннат және тозақ ақиқат екеніне барлығына куәлік беретін болса, ол қандай амал қылған болса да Аллах субханаху ва таала оны жаннатқа кіргізеді деген хадис. Бұл хадис ақиқатта имам ан-Науави рахимахулла айтқан сияқты өте бір мұсылмандардың ақидасын ашық және мұсылмандарды, ислам иелерін басқа милдет иелерінен бөлекше бөліп тұрған хадистардың бірі деп айтады рахимахулла. Бұл хадистің фазилетінде. Хадисте айтып жатыр: "Ман шахида ан ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах." Кімде-кім Алладан басқа ибадатқа ақты ешкім жоқ екеніне куәлік беретін болса. Хақиқатта біз білуіміз керек, ла илаха иллаллах кәлимасына, Алладан басқа ибадатқа ақты ешкім жоқ деген мағынасын біліп, және соған куәлік беру, бұл болу керек. Аллах субханаху ва таала айтқандай: "Илля ман шахида бил хаққи ва хум я'ламун." Олар тек қана сол ақиқатты өздері білген жағдайда сол ақиқатқа куәлік бергендер деп Аллах субханаху ва таала соларды сипаттайды. Илаха иллаллах кәлимасын, Алладан басқа ибадатқа ақты ешкім жоқ екеніне куәлік беріп тұрған адам біріншіден сол ла илаха иллаллах мағынасын білу керек. Және ла илаха иллаллах одан не талап етеді? Ол ашин тілмен айту ма, немесе содан кейін осы сөзді айтқаннан кейін Алладан басқа ибадат қылынып тұрған бәр нәрсеге кәфір болу керек пе? Иә, солай. Кімде-кім ла илаха иллаллах сөзін айтса да, оны бұйырған бұйрықтары бар, оның астына кіретін қайтарылған нәрселер бар, солардан қайтпайтын болса, ол ла илаха иллаллахты өз орында орындамаған болады. "Ида ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах" деп Наби саллаллаху алейхи ва саллям соны тәкиттеп жатыр, растап жатыр соменен. Вахдаху ла шарика лах, оның жалғыз өзі ибадатқа ақты, оның сол ибадатта ешқандай серігі жоқ. Ла шарика лах деген сөзімізге үш таухидтың да барлығы кіреді. Рубубиятта да оның серігі жоқ, улухиятта да оның серігі жоқ. Рубубиятта дегеніміз Алланың жаратушы екенінде, рызық беруші екенінде, пайда беруші, зиян беруші екенінде, өзі жалғыз осы нәрселердің иесі екенінде серігі жоқ екеніне не? Иман келтіру. Және улухиятта Аллах субханаху ва тааланың пенде өзінің бүткіл амалдарында оның жалғыз өзі үшін істейтін екеніне. Және кімде-кім ла илаха иллаллах деген сөзін айтып, бір Алладан басқасына дуа етсе, Алладан басқасынан сұраса, Алладан басқасынан қорқса, Алладан басқасынан үміт ететін болса, ол ла илаха вахдаху ла шарика лах деген сөзін растамапты. Және тура сол сияқты асма сифат, Алланың есім сипаттарын таухиды кіреді. Яғни вахдаху ла шарика лах, Аллах субханаху ва таала сол есім сипаттарында жалғыз, оның ұқсасы жоқ. Және Аллах субханаху ва таала өзін
Qur'onda, және Наби саллаллаху алейхи ва саллам сүндетте, хадисте Наби Алланың қалай сипаттап, не есімдермен намдап, және қандай сипаттармен сипаттаған болса, соны пенделеріне ұқсатпай, және оны өзгертмей, және оның жағдайын айтпай иман келтіруіміз керек. Сонда вахдаху ла шарика лах деген сөзіміз рас болады. Сол сөзіміз, сол куәлік дұрыс болады. Амма ол куәлікті тілімен беріп қояды да, соменен амаллы өз орнында болмайтын болса, о ла илаха иллаллах мұнафиқтардың айтқан ла илаха иллаллах деген сөзіне ұқсап қалады. Себебі Аллах субханаху ва таала мұнафиқтар туралы айтты. إذا جاءك المنافق بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Sizге мұнафиқтар келеді де, сіз Алланың ақиқатта елсіз деп куәлік береміз дейді. Ақиқатта сіз Алланың елсіз екеніне куәлік береді, және сонымен бірге Алла бұл мұнафиқтар өтірікші екеніне куәлік береді дейді. Не үшін? Олар тіліменен ла илаха иллаллах деп айтады да, бірақ жүрегі одан бос. Ла илаха иллаллах деген сөзді айтқаннан кейін екі жақ оны қолдау керек. О ла илаха иллаллах деген сөзді жүрегі де қолдау керек. Бір риуаяттарда келген сияқты муқинан бихи қалбуху, қалбы ақиқатта жүрегі соған сенген жағдайда болу керек. Және басқа бір риуаятта келген сияқты ябтағи бидалика ваджхаллах, Аллах субханаху ва тааланың бетін үміт етіп, Аллах субханаху ва таалаға ертең жолығуды үміт етіп, жақсы амалдарды істеу. Екі жақ осы тілмен сай келу керек. Бір жағынан жүрегі соны растау керек, екінші жағынан оны амалы растау керек. Сонда оның куәлігі дұрыс болады. Бұл ла илаха иллаллах та. Ва анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Және сол сияқты Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламның Алланың пендесі және оның елшісі, пайғамбары екеніне куәлік беру керек. Кімде кім Мухаммаdur ашхаду анна Мухаммаdur расулуллах деді ма, оны осылай сипатта Алланың пендесі ол ибадат қылынбайды, және Алланың пайғамбары елшісі оны өтірікке шығарылмайды. Абдун ла ю'бад, расулун ла юказзаб дейді. Абдун, о кісі Алланың пендесі, Алланың құлы, оған құлшылық қылынбайды. Және расулун ла юказзаб, о кісі елші, Аллах субханаху ва тааланың елшісі, оны өтірікке шығарып болмайды. Осы орында Мұхаммаdur Расулуллах деген сөзде куәлік дұрыс болады. Амма Мұхаммаdur Расулуллах деп, абдуху деп, Алланың пендесі деп, оны Құдай дәрежесіне көтеріп, одан жақсылық үміт етіп, Наби саллаллаху алейхи ва салламға дуа қылып, бізге шапағатты беріңіз деп, бізге жақсылықты беріңіз деп, бізден жамандықты сақтаңыз деп дуа қылса, ол уақытта абд Алланың пендесі деген куәлік берген жоқ бұл. Ол Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламды Құдай дәрежесіне, илах дәрежесіне көтерді. Саллаллаху алейхи ва салламға Аллах субханаху ва таала өзі үйретіп айтады. Құл инни ла амлику лакум дарра ва ла рашада. Құл инни ла южирани мин Аллахи ахаду ва лан аджида мин дунихи мультахада. Құл ла амлику ли нафси наф'ан ва ла дарра илля ма ша Аллах. Құл инни ла амлику лакум дарра. Сендерге бір пайда да зиянға да ие емеспін деп отыр. Наби саллаллаху алейхи ва салламға Аллах үйретеді, айтады: "Құл ла а'ламул ғайба. Құл инни ла а'ламул ғайб. Валау кунту а'ламул ғайба ластактарту минал хайр." Мен ғайыпты білмеймін, егер ғайыпты білетін болғанымда көп жақсылықтарды істейтін ем. Ва ма массани яссу, маған ешбір жамандық тимеген болатын дейді. Ол дәлел қылады, Аллах субханаху ва таала Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламды әке шешеден жаратқан. Бір адамдар айтқан сияқты нүрден жаратылмаған. Және Наби саллаллаху алейхи ва саллам нүрден жаратылғаннан кейін оның көлеңкесі жоқ дейді. Жоқ, олай болмайды.
Наби саллаллаху алейхи уассаламға иман келтіргенде тереңде кетіп қалып, оны Құдай дәрежесіне көтеріп жіберуі керек. Енді Наби саллаллаху алейхи уассаламға ондай сипат берілу мүмкін болмаса, о кісі Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам, Аллах субханаху ва таала адам баласының ішінен өзіне таңдап алған ең құрметті адам. Наби саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Ана саййиду валади Адама яумал қияма. Ана саййиду валади Адама яумал қияма." Мен адам баласының ең құрметті билікке иесі менмін деп жатыр. Ең саййиді менмін деп жатыр қиямет күні. Сол кісіге Аллах субханаху ва таала: "Мен ғайыпты білмеймін, мен сендерге жақсылық жамандыққа ие емеспін, мен сендерге емес өзімге жақсылық жамандықты білмеймін. Құл иннама ана башарун мислукум." Оларға айт: "Мен сендер сияқты адаммын. Юха илайя, тек қана мен сендердің айырмаларың, маған Алла жағынан уахи түседі. Иннама илайя аннама илахукум илаху вахид." Маған уахи қылынған нәрсе сендердің илахтарың жалғыз Аллах субханаху ва таала деп өзі айтып отыр. Енді Наби саллаллаху алейхи уассалам бұндай нәрселерге ие болмаса, басқалары қалай ие болады? Періштелер, немесе кейбір адамдар ойлайтын әулиелер, немесе тау тастар, немесе бұлақтар қандай бұндай жақсылықтарға ие болатын? Наби саллаллаху алейхи уассалам бұл жақсылықтарға өзіне ие емес екен. Бұл бір жағынан Наби саллаллаху алейхи уассаламға бір жақтан терең кетіп қалмау керек. Және тура сол сияқты екінші жағы абдуху дедік пе, екінші жағы расулуху. Оны Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламды Аллах субханаху ва таала жағынан уахимен жіберілген елшісі екеніне иман келтіруіміз керек. Оны өтірікке шығарып тастауымыз керек емес. О кісіні пайғамбар алейхиссалату вассалам сөзін адамдардың сөзіне салыстыруымыз керек емес. О кісі адам сияқты қателеседі ғой, немесе бір сөздерінің кейбіреулері қате шығар деп ойлап о кісіні өтірікке шығаруымыз мүмкін емес. Алла айтады: "Сен ескертушісің" деп жатыр. Наби саллаллаху алейхи уассалам ескертуші. Демек ескертуші Алла жағынан болғаннан кейін Аллах субханаху ва тааланың берген аманатын өз орында орындайды. "Я айюхар расулу баллиг ма унзила илейка мин раббика ва иллам тафъал фама баллағта рисалата." Ей расул деп жатыр, ей елші Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам. "Баллиг ма унзила илейка мин раббик." Раббіңнен түскен нәрсені жеткіз деп жатыр. Наби саллаллаху алейхи вассалам Алланың елшісі болып бүткіл бар нәрсені жеткізген. Сол үшін адамдардың бірі Наби саллаллаху алейхи вассалам сөзінен күмәнданып, бір сөзде қателесіп немесе ашуланып сөйлеп қалады шығар десе, Наби саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Жаз" дейді. "Валлади нафси биядихи." Менің жаным оның қолында болған Аллаға қасам деп айтам, мына ауыздан тек қана ақиқат шығады дейді. Бұл ауыздан тек қана ақиқат шығады дейді. Сол ақиқатты Наби саллаллаху алейхи вассалам хаджатул вадада тұрып, сахабалардың барлығына тұрып, "Аллахумма хал баллағт" дейді. "Алла хал баллағт." Мен сендерге Аллах субханаху ва таала менің мойныма қойған аманатты жеткізіп тапсырдым ба десе, сахабалар "Аллахумма наам" дейді. "Иә, жеткіздің" дейді. Сонда Наби саллаллаху алейхи уассалам аспанға көрсеткіш бармағын көтеріп, "Аллахумма шхад" дейді. "Ей Алла, куә бол" дейді. Тура сол сияқты біз Аллах субханаху ва тааланың пайғамбары екеніне, Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламды Алланың пайғамбары екеніне бір жағынан, екінші жағынан Аллах субханаху ва тааланың құлы және пендесі екеніне иман келтіретін болсақ, сонда біз Мұхаммадун абдуху ва расулуху деген сөзге куәлік беруімізде шыншыл боламыз. Сонда туралықты боламыз. Қашан егер одан басқа мағаналар не терең кетіп қалу, немесе оны мән бермей өтірікке шығарып қоятын болсақ, о кісінің пайғамбар екеніне күмәнданып қалатын болсақ, Мұхаммаdur Расулулла деген сөзімізде біз қате қылған боламыз. Сол үшін бұл сөз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламды пайғамбар екеніне, Алланың елшісі екеніне иман келтіріп, және ол өзі қалаған жұмысын істеп, қалаған бидаттарын істейді, шариғатта Аллаға қалағанша ибадат қылады, оның барлығы Мұхаммаdur Расулулла деген сөзіне қарсы. Тура сол сияқты хадистің аржағында Наби саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Ва анна Иса абдуллахи ва расулу." Тура сол сияқты Иса алейхиссалату вассалам да Алланың пендесі және расулы. Бұнда христиандарға да, еврейлерге де
қарсы сөз бар. Себебі христиандар Иса алейхиссалату вассаламның Алланың баласы дейді. Біреулер Иса алейхиссалату вассаламды өтірікке шығарады. Мариямды зинадан туылған баласы дейді. Мына сөзде Аллах субханаху ва тааланың баласы емес екенін, бәлкім ол Алланың пендесі екеніне, және ол өтірікші емес, бәлкім Алланың елшісі екеніне дәлел бар. Ва анна Иса абдуллахи ва расулу. Бұл жерде ва анна Мухаммадан абдуху ва расулуху ва Иса абдуллахи ва расулуху дегенде екеуі бір түрлі пайғамбар, екеуі бір түрлі адам баласы, адамдан туылған. Улухият, құттылықтың ешқандай бір дәрежесіне ие емес екен мағананы қолдайды. Тур сол сияқты ва калиматуху алқаха иля Мариям. Ол Иса алейхиссалату вассалам Мариям шешесіне жіберген бір сөзі. Ол сөз қалай? Амруху иза арада шайан ай яқула лаху кун фаякун. Аллах субханаху ва тааланың әмірі бір нәрсені қалайтын болса, оған күн деп айтады, болды. Фаякун, ол болады. Себебі Иса алейхиссалату вассалам атадан туылмаған. Мариям алейхиссалату вассалам Аллах субханаху ва тааланың күн деген сөзіменен болған. Үшін адамдарды жерде жаралуы осы 3-4 сипаттан артпайды. Біріншісі, еш нәрсесіз болғаны, ол Адам алейхиссалату вассалам топырақтан жаратқан. Екінші суреті, біреуден жаратқаны, ол Хауа алейхиссалату вассаламды Адам алейхиссалату вассаламның қабырға сүйегінен жаратады. Үшіншісі, атасыз шешенің өзінен, ол Иса алейхиссалату вассалам. Төртіншісі, ол үшеуінен басқа бүткіл адамдар. Барлығы осы суретте жаратылған. Яғни, әке шешеден. Шешеден жаратылуы. Олардың барлығы дәлел етіледі. Иса алейхиссалату вассалам, Аллах субханаху ва таала ол туралы айтады: "Инна матала Иса индаллахи камасали Адам, халақаху мин турабин, сумма қала лаху кун фаякун." Ол Иса алейхиссалату вассалам ұқсасы адамның ұқсасы сияқты. Қалай ол? Адам алейхиссалату вассаламды Алла топырақтан жаратты да, содан кейін оған бол деді, болды. Иса алейхиссалату вассалам, Аллах субханаху ва таала Адам алейхиссалату вассаламды ешқандай әке шешесіз жаратты. Енді Исада жоқ десе, шешесі бар ғой. Оны қалай өтірікке шығарамыз? Бұл сол Иса алейхиссалату вассаламмен тоқтаған. Бүгінгі күнде келіп, бұл да шешесіз, әкесіз туылды деп біреу шығу мүмкін емес. Себебі Аллах субханаху ва таала Исаны жалғыз өзін осылай суретте жаратты. Ва калиматуху алқаха иля Марьям ва рухун минху. Аллах субханаху ва таала жағынан болған рух еді ол. Аллах субханаху ва таала өзі рухты берді болған. Ешқандай әкесіз. Иса алейхиссалату вассаламға иман келтірген уақытымызда, иман келтіруіміз Алланың пендесі және оның елшісі екеніне, оның баласы емес, немесе ол зинадан туылған біреу емес, бәлкім Аллах субханаху ва тааланың пендесі басқа пенделер сияқты. Және Аллах субханаху ва таала өзінің елшілігіне таңдаған. Сондай куәлік берсе, уәл жаннату хаққу уән нару хақ. Жаннат ақиқат екеніне, тозақ ақиқат екеніне, осы күнде бар екеніне, осы күнде ақиқатта Аллах субханаху ва таала жаннат пен тозақты жаратып қойған. Бар жаннат. Жаннатты кім өтірікке шығарса, немесе тозақты өтірікке шығарса, оған ла илаха иллаллах сөзі пайда бермейді. Бәлкім жаннат тозаққа ол иман келтіру керек. Уәл жаннату хаққу уән нару хақ. Адхалаху Аллахул жанната ала ма кана минал амал. Амалы қандай болатын болса да, Аллах субханаху ва таала оны жаннатқа кіргізеді. Осы куәліктерден. Осы куәліктер себепті. Бірақ осы жаннатқа кіргізуі екі жағдайда болуы мүмкін. Егер бір пенде
төбедегі айтылған куәліктер менен Алланың алдына Аллаға серік қоспай баратын болса, ол екі жағдайдың бірі. Аллах субханаху ва таала оның алдына пендесі таухидпен барғандығы үшін басқа күнәларын кешіріп жіберіп, турадан жаннатқа кіргізуі мүмкін. Бұл бірінші. Екінші жағдайы, Аллах субханаху ва таала өзінің әділдігі менен мына таухид иесі болған пендесін осы тозаққа түсіріп, сол күнәлардың кірлігінен тазалап, содан кейін жаннатқа кіргізуі мүмкін. Екі жағдайды да баратын жері, бұл куәліктер иесінің баратын жері жаннат болады, бірақ келешекте айтқандай амалдар менен орындалу керек. Абдуллахаб сөзінің аржағында айтады: "Валахума фи хадиси Итбан радiyallahu ta'ala anhu, fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Yabtaghi bidhalika wajha Allah." Kimde kim ilaha illallah деген сөзін Аллах субханаху ва тааланың бетін үміт етіп айтатын болса, Аллах субханаху ва таала оны тозаққа арам қылады. Мына ла илаха иллаллах кәлимасының фазилеті. Төбедегі хадисте де Аллах субханаху ва таала ла илаха иллаллах кәлимасына куәлік берген адамды амалы қалай болса да ақыры жаннатқа кіргізетін екені, күнәларды сонымен жойып жіберетін екен. Мына да тура солай Аллах субханаху ва таала оған тозақты арам қылады. Тозаққа арам қылуы қалай болады? Яғни ол қанша күнә істесе де тозаққа кірмей ме дегені жоқ, ол төбедегі мәселеге қайтады. Төбеде айтқанбыз бұл мәселені. Ихласта айттық оны. Ол не? Аллах субханаху ва таала оны тозақта мәңгі қалуды арам қылады. Немесе кәпірлер кіретін, мәңгі қалатын тозаққа кіруді арам қылады дейді. Ва илля ла илаха иллаллах кәлимасымен барған адам сөзсіз Аллах субханаху ва тааланың төбеде айтқан екі жағдайының біреуіне жолығады. Бірақ сөзсіз ол ла илаха иллаллах деген сөз иесі сол куәлігінде шыншыл болатын болса, оның баратын жері жаннат. Аби Саидин аль-Худри радiyallahu ta'ala anhu hadiste Qala Musa aleyhisselam, Musa aleyhissalatu vesselam aytı dedi: "Ya Rab, ey Rabbim, allimni şey'an azkuruka bihi ve ad'uka bih." Mağan bir söz üret, men sol sözbenen seni zikir kılıp және саған dua kılamın. Qala ya Musa. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Ey Musa la ilaha illallah deb ayt. Qala ya Rab, ey Rabbim, kullu ibadika yaquluna hada. Bütün pedelerin bari osunu aytadı oy dese. Qala ya Musa, ey Musa, law anna as-samawati as-sab' wa 'amirahunna ghayri wal aradina as-sab' fi kiffa. Адамдардың аспандар, жеті аспандағылар, және оның аспан, және оның ішіндегілер, және жеті жер барлығы таразының бір жағына қойылса, және ла илаха иллаллах кәлимасы бір жағына қойылатын болса, ла илаха иллаллах кәлимасы ауыр келеді дейді. Бұл сөз ақиқатта Муса алейхиссалату вассалам ла илаха иллаллах кәлимасын осы жерде Аллах субханаху ва тааладан қандай бір дуа сұрағанда, ерекше бір пәзілетті сөз сұрағанда, Муса алейхиссалату вассаламға осы сөзді айтты. Бұл дәлел қылады. Көбінесе адам ла илаха иллаллах деген сөзін айтады, бірақ оның көбінесе қадырына жетпейді. Ла илаха иллаллах сөзін айтады да, бірақ көбінесе оған мән бермейді. Ва илля о ла илаха иллаллах қанша амалдардан ауыр келеді. Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады: "Калиматан, екі сөз бар. Хабибатан илар рахман, Аллаға өте жағымды. Тілге өте жеңіл, бірақ таразыда өте ауыр" дейді. Субханаллахи ва бихамдихи субханаллахил азим. Аллах субханаху ва тааланы мақтау және ұлықтау және бүткіл кемшіліктерден пәктеу деген мағынадағы сөздер. Субханаллахи ва бихамди, субханаллахил азим. Олардың барлығы таухид сөздері. Алланың жалғыз өзін ұлықтау, Алланың жалғыз өзі мақтауға ие екенін, Аллах субханаху ва тааланың бүткіл есім сипаттары ең ұлық дәрежеде және оның ұқсасы жоқ. Бұл барлығы сөздер таухид сөздері. Батанилир рахман, Аллаға жағымды, жеңіл. Сақилатани фил мизан,
таразыда өте ауыр. Үшін бұл сөздің мағынасы қандай бір ұлы болып жатыр. Себеп ол бүткіл барлықты жаратқан Алланың кім екенін және пенде оған қандай мәміледе болатын екенін баяндайтын сөз. Бұл дүниеде одан басқа ештеңе жоқ. Аллах субханаху ва таала пендені жаратқан бір Раб. Екіншісі де Аллах субханаху ва таалаға істейтін амалы. Ол не о? Басында таухид. Одан басқа биік нәрсе жоқ. Алланың ұлықтығы және оған болған пенденің мәмілесінің негізі таухид. Сол үшін ла илаха иллаллах калимасының таразыда ауыр болатын екені сол. الترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل يا ابن آدم أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Ey adam balası, eğer sen, Allah aytып жатыр, ey adam balası деп жатыр, егер сен жер тола қателермен келетін болсаң, соменен келген уақытыңда ешбір нәрсені серік қоспаған жағдайда келетін болсаң, мен саған жер тола кешіріммен келем деп отыр. Дәлел қылады, ла илаха иллаллах калимасының Алланың жалғыз өзіне ибадат қылу және Аллаға серік қоспау қандай бір үлкен амал екеніне дәлел қылады. Илаха иллаллах мағанасы айтылғандай көп адамдар мән бермейді. Алланың жалғыз өзіне ибадат қылу, оның жалғыз өзінен қорқу, оның жалғыз өзінен үміт ету, бұл дүниедегі 5 теңге 10 теңгеден өзінің жұмысынан емес үміт ететін, немесе қанша бір күшсіз пендеден қорқатын, немесе содан үміт ететін емес, бәлкім бүткіл үмітін жақсылық жамандық иесі және алатын, үміт қылынатын, қорқылатын барлығы Алла екенін және оған ешкімді серік қоспау қандай бір үлкен амал ақиқат. Бірақ ол айтылған сөздер ла илаха иллаллах калимасы менен төбедегі айтылған амалдар менен бірге болу керек. Қашан егер адам ла илаха иллаллах деген сөзін айтатын болса, бірақ оны бұйырған нәрселері бар, қайтарған нәрселері бар, соларды істемейтін болса, ол адам ла илаха иллаллах калимасын толықтамайды. Қанша оның ла илаха иллаллах калимасының шарттарын орындамаса, сонша онда болған, сол сөзге болған куәлігі азая береді. Ол азайып, ол жоққа шығуы мүмкін оның куәлігі. Адам қанша күнә істейтін болса, оның күнәсі тілін ауыр қылады, ла илаха иллаллах деген сөзін айтуға. Алланы зікір қылуға жүрегі шыдамай қалады. Ол ла илаха иллаллах талап еткен жақсы амалды істей алмай қалады. Кейбір уақыттарда ол ла илаха иллаллах деген сөзін айтса да, оның шарттарын орындамаса, кейбір уақыттарда оған Құранды естуді ауыр батады. Аллахтың сөзін айтсаң ауыр батады, дүниенің жұмыстарын ескертсең, ол өте қуанатын дәрежеге болып қалады. Көңілі соны көтеретін, одан басқасына жүрегі батынбайтын болып қалады. Сол үшін Хасан Басир рахимахулла айтады, лайсал иману биттахалли вала биттаманни. Иман дегеніміз, ла илаха иллаллах деген сөзіміз үмітпенен немесе бір сыртқы көрініс, сұлулық, зейнет емес. Валакин ма вақара фил қулуби ва саддақатул амал. О ла илаха иллаллах иман ол жүрекке жайғасып, соны амалдар растаған сөз дейді. Кім жақсы ла илаха иллаллах сөзін айтса да, содан кейін оған жақсы амалды ергестіру керек. Бакр ибн Айяш махулла айтады,
Абу Бакр радияллаху анху басқа сахабалардан көп ораза, көп намазбенен асып кеткен жоқ. Бәлкім кәна шайун вақара фи қалбихи дейді. Деген айғасқан бір нәрсе еді ол. Не ол? Осы ла илаха иллаллахтың дәрежесі. Шын ла илаха иллаллахтың қандай бір дәрежесі адамның қалбында үлкен бола беретін болса, соменен жүрегі тыныштық табатын дәрежеге болатын болса, ол ақиқатта куәлігінде бір үлкен дәрежеге жетіпті. Амма ол ла илаха иллаллах деп айтады да, осы сөзді айтуға тілі ауырлық қылатын болса, Құранды естуге ауыр батса, Құранды оқуға қиналса, намаз оқуға қиналса, жақсылық амал келген уақытта өзі жалқаулық қылатын болса, ақиқатта ол ла илаха иллаллах кәлимасында біраз дәрежесі төмен түсіпті. Үшін бұл ла илаха иллаллах сөзінде адамдар әр түрлі болады. Адамдар әр түрлі болады. Соменен оның қалбындағы иманның дәрежелері не көтеріледі, не түседі. Қайым рахимахулла айтады: "Ую'фа ли ахли таухид ал-махд аллази лам юшрибуху биш-ширк ма ла ю'фа лиман лайса кадалик" деп отыр. Ла иллаллах кәлимасын иелеріне, оған серік қоспаған адамдарға, басқа адамдарға кешірілмейтін нәрселер кешіріледі деп отыр. Теге айтылған хадистай, Аллаға ла илаха иллаллах кәлимасы менен Аллаға серік қоспай жолығатын болса, адам болған кешіріммен жолығады оған Алла. Хадисте таухидтың сауабы, бұл хадистерде таухидтың сауабы үлкен екен, және Аллах субханаху ва тааланың жомарттығы кең екен, бұл хадисте сол бар. Және сол сияқты хауариждерге және муътазилаларға қарсы сөз бар. Олар не дейді? Олар кімде-кім үлкен күнә істеп қоятын болса, ла илаха иллаллах кәлимасы оған пайда бермейді да, бәлкім ол бүтіндей сол істеген күнәсі үшін тозақта мәңгі қалады дейді. Саллаллаху алейхи ва саллам Müslim'deki hadiste İbn Mesud radıyallahu anhu aytadı: "Lamma usriya bi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem untihiya bihi ila sidratil muntaha." Nabi sallallahu aleyhi ve sellem İsra'ga köterilgende, asmanға köterilgende, sidratil muntahaga жетіп келгенде, fa'utiya thalathan, üç нәрсе берілді. U'tiya salavatul khams, 5 namaz берілді. Wa khawatimu suratul Baqara, Baqara suresinin ahırı verildi. Ve gufira liman la yushriku billahi min ummatihi şey'a. Sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmetinden Allah'a şirk koşpagandardın күнәсі кешірілуі берілді. Бұл ақиқатта осы баптың ең негізгі момын адамға керекті жері. Ақиқатта Аллах субханаху ва тааланың рахметі кеңдігі, және бұл ла илаха иллаллах кәлимасы күнәларды қандай бір дәрежеде жойып жіберетін екені. Бапта мәселелер бар, соны қысқаша айтып өтуге әрекет қыламыз. Фихи масаил дейді Мұхаммад Абдул-Вахаб. Ал-ула саату рахматилlah. Аллах субханаху ва тааланың рахметі кеңдігі. Себеп төбедегі хадисте Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады, оның амалы қандай болатын болса, Аллах субханаху ва таала оны жаннатқа кіргізеді деп жатыр. Екіншісі касрату сауабит таухиди индаллах. Аллах субханаху ва тааланың алдында таухидтің сауабы өте үлкен екенін, және ла илаха иллаллахтың Алланың алдында мәртебесі өте үлкен екеніне. Ас-салиса такфируху ма'a залика лиз-зунуб. Сол сияқты сол ла илаха иллаллах таухид күнәларды каффара қылатын екені. Ар-рабия тафсирул аяти аллати фи суратил Ан'ам сүресіндегі аяттың тафсирі ол не еді? Аллазина аману ва лам ялбису иманахум би-зулм. Олар Аллаға иман келтіріп, сол имандарына зұлымды араластырмаған. Ол зұлым дегені ол не? Ширк дедік. Наби саллаллаху алейхи ва саллам аятты оқыды, инна ширка ла зулмун азим деп. Ширк деген өте үлкен, зұлым деген. Тааммулу
الخمس اللواتي في حديث عبادة بن صامت رضي الله عنه тебедеги айтқан хадистері ол ашхаду ан ла илаха иллаллах ва анна мухаммадун абдуху ва расулух, Алладан басқа ибадатқа хақты ешкім жоқ және Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам Алланың елшісі және пендесі екеніне, және Иса алейхиссалату вассаламның Алланың пендесі және елшісі екенін, және Мариям алейхиссалату вассаламға жіберген сөзі және рухи екені, ва жәннат және тозақ ақиқат екені, солардың барлығы сол хадисте бар. السادس أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعدها تبين لك أن معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. Төбедегі хадиспенен Итбан радиаллаху анхың хадисі және одан кейінгі хадистердің бәрін жинайтын болсаң, ла илаха иллаллах мағынасының негізі шығып келеді. Ол соменен сол ла илаха иллаллах деген сөзді айтып қоюмен алданып жүргендердің қатесі білінеді. Яғни айтты қой төбеде. Хасан Басри рахимахуллахтың сөзі. Лайсал иману биттаманни вала биттахалли. Иман деген ол сөземен емес, сыртқы көрінісмен емес, бәлкім ақиқатта ол жүректе орнасқан бір иман және оны растаған, сол иманды растаған амал болады. Төбеде және айттық, кімде-кім ла илаха иллаллахты жаннатты кілттеп айтатын болса, сөзсіз сол кілттің тістері бар. Ол тістері амал болады. Енді кімде-кім бір есікке тіссіз жоқ кілтпен келетін болса, ол есікті ешқашан аша алмайды. Сол үшін ла илаха иллаллах деген сөзді мағынасын білмей және оны талап еткен амалдарды істемей, сол сөзбен алданған адам, ол мағрур, өзін өзі алдаған адамдардан болып есептеледі. Ас-сабиа, жетіншісі, ат-тамбиху лиш-шарт аллази фи хадис Итбан, бағанағы ябтағи бидалика вajhallah, өзінің иманында, сөзінде Аллах субханаху ва тааланың жүзін не қылып үміт етіп, ол рия үшін, немесе сум'a үшін, немесе мұнафықтық қылып айту керек емес, бәлкім Аллах субханаху ва тааланың жалғыз өзін үміт етуменен айтқан болу керек. Ас-самина, каунул анбияи яхтажуна лит-танбихи ала фадли ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах кәлимасының қандай бір үлкен дәрежеде екеніне пайғамбарлар ескертуге қажет екен. Енді сөзсіз пайғамбарлар ескертілетін болса бұл нәрсеге, олардан кейінгі және кейінгі біз сияқты адамдар бұдан да көбірек қажет бұл нәрсеге. التاسع التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. Айтып жатыр, көп бүткіл мақлуқаттардың таразда ла илаха иллаллахтан жеңіл келетін екені, және сонымен бірге ол адамда ла илаха иллаллах сөзін айтатын адамдардың көбін таразысы жеңіл келеді. Не үшін? Ла илаха иллаллахты әшейін айтқан болғандығы үшін. Ашира ан-насу ала анна ал-арадина саб'ун кас-самават. Тур сол сияқты жер аспан жетеу болған сияқты, жерде жетеу. Аллах субханаху ва таала айтады: Аллаху аллази халақа саб'a самавати ва минал арди мислахунна. Аллах субханаху ва таала аспанды жетеу қылып жаратты, және жерді де тур солай. Бірақ бұл ұқсас үлкендігі немесе кеңдігі де емес, санағында сондай екені бізге келген. Амма оның ұқсасы, кеңдігі, дәрежесі қандай екенін бұны біз білмейміз. Бізге келген нәрсе соның жетеу екені келген. Ал-хади ашара анна лахунна уммар. Сол жеті аспанда оның тұрғындары бар. Сегізіншісі сани ашар. 12-сі исбату сифаты хилафан лил-аш'ария. Сифаттарды Аллах субханаху ва таала өзі туралы және Наби саллаллаху алейхи ва саллям Алла туралы хабар берген сифаттарды растау және бекіту. Себеп төбеде Иса алейхиссалату вассаламды Алланың сөзі деді ғой. Демек бұл дәлелдеді Алла сөйлейді. Және ябтағи бидалика вajhallah деді. Аллах субханаху ва тааланың беті бар екені. Олардың барлығы аш'арилерге және соларға ұқсаған Аллах субханаху ва тааланың сипаттарының кейбіреулеріне беркітіп қалғандарын бәрін жоққа шығаратындарға қарсы дәлел бар. Ас-салиса ашара, 13-сі, аннака иза арафта хадиса Анас арафта анна قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. Yani төбедегі Анастың және Итбанның хадисін бәрін не қылатын болсаң, о ла илаха иллаллах деген сөзін
әшейін тілмен айту емес, бәлкім қалып жүрек растау керек, және амалда оны растау керек. الرابع عشر 14-сі تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبد الله ورسوله. Хадисте Иса менен Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды абдуху ва расулух деп келді. Бұл сөзде төбеде айтылғандай, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Алланың құлы болған сияқты, Иса да Алланың құлы, ол Рабб емес, Алланың баласы да емес. Бәлкім ол айырмасы Иса алейхиссалату вассаламды Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламның болған айырмасы, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам әке шешеден болған, амма Иса алейхиссалату вассалам тек қана шешеден туылған. Әкесі жоқ. Оның әкесі алейхиссалату вассалам әкесі жоқ. Бәлкім ол Адам алейхиссалату вассалам ешқандай бір әке шешесіз жаратылған сияқты, Иса алейхиссалату вассалам тек қана шешенің өзінен болған. 15-сі معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. Allah subhanahu wa ta'ala сөзі екенменен ерекше болғаны Иса алейхиссалату вассаламды. 16-сі معرفة كونه روحا منه. Allah жағынан болған рух екені. 17-сі معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. Тозақ және жаннатқа иман келтірудің үлкен бір дәрежесі бар екен. 18-сі معرفة قول على ما كان من العمل. Қандай амал қылса да деді ғой, ол амал қылған амалы ширктен төмен болу керек. Allah айтады: "Инна Аллаха ла яғфиру ан юшрака бихи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша." Allah subhanahu wa ta'ala оған серік қосуды кешірмейді, одан төмендегін қалағанына кешіреді. Одан төмен күнәні қалағанына кешіреді. Демек, Allah subhanahu wa ta'аланың алдына барғанда, ла илаха иллаллах кәлимасы менен Аллаға серік қоспай баратын болса, қалған амал Алланың ықтиярында, қалауында болады. 19-сі معرفة أن الميزان له كفتان. Таразының екі киффасы бар. Бағанағы таразының екі жағында несі? Бұл сөзсіз қияметте сондай, қияметте амалдар және амалдар тартылатын, таразыға салынатын таразы туыры осылай. Оның қалай суретте екенін біз білмейміз. Ал-20, 20-шысы معرفة ذكر الوجه. Allah subhanahu wa ta'alaның беті бар екені айтылды хадисте. Ябтағи бидалика ваджхаллах. Бұны Allah subhanahu wa ta'alaның пенделеріне ұқсатпай, және оны инкар қылмай, жоққа шығармай, барындай иман келтіруіміз керек. Оны қашан егер пенделеріне ұқсатып, немесе жоққа шығарып қоятын болсақ, бұл әхлі сүннадан адам соменен әхлі сүннаға қарсы шығып, әхлі сүннадан шығып қалады. Сол үшін біз, имам Шафи рахимахулла айтқандай, біз Алла мен Расулының сөзін аламыз да соны қабылдаймыз, Алла қалағанша және Расулы қалағанша. Амма біз оны қандай екенін іздеп тауып, оны ақырына жете алмаймыз. Себеп Allah subhanahu wa ta'ala бізге о нәрселер туралы хабар бермеген. Соменен мынау таухид кітабындағы бұл бап бітті. Кейінгі сабақты حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. Кім таухидті ақиқатқа шығаратын болса, жаннатқа есепсіз кіреді деген баппен жалғастырамыз. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк.